Сәлем сұлу ханымдарым, мен бүгінгі видеода сіздермен қалай тез жүкті болуға болады, міне осының 5 құпиясымен бөлісетін боламын. Ендеше менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды астына комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де келесі шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда сіздер видеоны ең алғашқы болып көретін боласыздар. Және де осы ақпарат сіздің құрбыңызға, сіңіліңізге, әпкеңізге қажет болатын болса, олармен де видеомен бөлісіңіз. Оларда осы пайдалы ақпараттан құр қалмасын. Ал ендеше кеттік. Тез жүкті болудың ең бірінші құпиясы бұл жыныстық қатынасқа керек күндері түсу. Көптеген әйелдер менструалды циклдың кез келген күні жүкті бола аламын деп ойлайды екен. Бірақ олай емес. Егер де сіздің менструалды цикліңіз қалыпты болатын болса, мысалы орта есеппен 28 күн деп алайық, иә? Онда осы циклдың 8 және 14 күндері жыныстық қатынасқа түсу жүкті болу мүмкіндігін бірнеше есе арттыра түседі. Екінші құпиясы бұл овуляцияға дейін 1-2 күн бұрын жыныстық қатынасқа түсу. Неге? Себебі аналық жыныс жұмыртқасы фолликулдан шыққаннан кейін бар жоғы 12-24 сағат қана өмір сүреді. Ал сперматозоидтар қынапқа түскеннен кейін ол жатыр арқылы өтіп, жатыр түтігіне жетіп ұрықтандырам дегенше оған кемінде 12 сағат қажет. Ал 95% сперматозоидтар қынапта бар жоғы 2 күн ғана өмір сүре алады. Демек, егер сіз овуляциядан 1-2 күн бұрын жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, онда сперматозоидтар аналық жыныс жұмыртқасының фолликулдан шыққанын күтіп, яғни ұрықтандыруға дайын тұрады. Ал овуляцияның қай күндері болатынын білу үшін сізге тест полоска немесе ультрадыбысты зерттеу арқылы фолликулометрия жасау көмекке келеді. Үшінші құпиясы бұл қынаптан бөлінетін бөліністерге мән беру. Егер сіздің жыныс жолдарыңыздан бөлінетін выделение сондай жұмыртқаның ағына ұқсаған бір созылмалы, қоймалжың, сондай қағазбен сүрткен кезде тартылып, созылып тұратын болса, онда бұл жүкті болуға өте жақсы мүмкіндік туды деген сөз. Қынаптан бөлінген бұндай бөліністер сперматозоидтардың жылдам қозғалып, жатыр түтігіне тезірек жетуіне өте жақсы жағдай жасайды. Төртінші құпиясы, егер сіз тез жүкті болғыңыз келсе, жыныстық қатынас кезінде ешқандай любриканттарды, яғни жақпа майларды қолданбаған дұрыс. Неге? Себебі бұндай любриканттар кез келген судың негізінде болсын, силикон негізінде болсын, барлығы сперматозоидтардың жылдамдығын төмендетеді. Яғни оның тезірек жатыр түтігіне жетіп, ұрықтандыруына кедергі жасайды. Және жыныстық қатынастан кейін бірден орныңыздан тұрып кетпей, кемінде жарты сағат 40 минуттай жата тұрыңыз. Және 5-ші құпиясы, егер тез жүкті болғыңыз келсе, барынша стрессті жағдайдан аулақ болыңыз. Себебі қыздар, стресс деген әйел адамның да, еркек адамның да репродуктивті денсаулығына, яғни өмірге бала әкелу функциясында өте кері әсерін тигізеді. Әйел адамдарда овуляцияның, ал еркектерде сперманың сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сол себепті қыздар, егер тез жүкті болуды қаласаңыздар, үнемі көтеріңкі көңіл күйде позитивте жүреміз. Және ең соңғысы, ерлі зайыптылар бір-бірін өте қатты жақсы көру керек. Қыздар, ұмытпаймыз, бала деген өмірге екі адамның махаббатымен, бір-біріне деген сүйіспеншілігімен және жүрек қалауымен дүниеге келу керек. Мінекей сұлу ханымдарым, бүгін мен сіздермен тез жүкті болудың 5 құпиясымен бөлістім. Менің кеңесім сіздерге барынша пайдасын тигізеді деген үміттемін. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беремін. Және де каналдағы видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, колокольчикті де баса кетіңіздер. Ал мен өздеріңізбен келесі шығарылымға дейін қоштасамын.